Өнердің адам өмірінде алатын орны басым. Өмір өнермен өрнектеледі. Өнерлі адамның өмірі қашанда болса қуаныш пен күлкіге толы болады. Армысыздар, құрметті көрермендер. Эфирде Жастық шақ, жаңа өмірге баспалдақ бағдарламасы. Сіздермен біргелікте мен Балнұр Әлибекова. Бүгін біз студиямызға Ушқұдық ауданы мәдени істер бойынша насихатшы Қайрат аға Ахметов, сонымен бір қатар Ушқұдық ауданы 9-шы мектептің талантты жастары Самғау тобын шақырғанбыз. Ендеше олармен таныс болыңыз. Саламатсыздар ма? Қош келдіңіздер. Қайрат аға, көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күй өте жақсы. Өзіңіздің жұмыс барысыңыз бойынша таныстырып өтсеңіз. Мен Ахметов Қайрат, Науаи облысы Ушқұдық ауданындағы 9-шы санды мектепте және Құлғұдық ауылындағы 1-ші санды мектепте бүгінгі күнде шығармашылық мәдени мәселелер бойынша насихатшы жұмысын алып барамын. Сонымен бірге қаладағы 9-шы мектепте музыка пәні мұғалімімін. Бүгінгі күнде жас ұрпақ, өскелең ұрпақты, ертеңгі күніміздің иелерін, қожайындары, жас ұрпақты өнерге, әдебиетке, шығармашылық жұмыстарға баулып, сол жұмысымды атқарып келе жатырмын. Жоғарыда айтып өттіңіз ғой, шығармашылықпен шұғылданамын деп. Онда бізге өз туындыңыздан айтып берсеңіз. Мен негізінен әртүрлі тақырыптарда өлең жазамын. Енді көбінесе ана тақырыбына қалам тербеймін. Сонымен бірге қазақ әдебиетінің өкілдері, ірі өкілдері, ұлы ақын Абай Құнанбаевқа арнаған өлең бар, соны оқып берейін. Абайды оқы. Нөсер өлең тасқындап тамырында, өткен ғасыр жаңғырып ағымында, ұлт бейнесін паш еткен жер жаһанға, Абайды оқы, жақыннан танығында. Абайды оқы, ерінбе терең бойлап, кеудесінен шығатын өлең қайнап, Шыңғыстаудың етегі шығыстағы өрт ылғаны тудырған өнерлі аймақ. Замананың заңғары дара бозым, алашыма танытқан санал өзін, маржан жырмен ғибратты ғұмырында ынтық қылған қазақтың қара көзін. Абайды оқы, жүрекпен ұдайы ғып, көкіректен кетсін бір мұңайығып, өлді деуге келмейді ойлаңдаршы, шабыт тоймен ұштасса шынайылық. Қара сөзден қайырым нұраңдаймын, сейілгендей болады тұман қайғым, алып шыққан түлектен қалың елін, қайсар ұлы кешегі Құнанбайдың. Абай шырақ, маздаған жалын өктем, Абай шуақ, шоқ жұлдыз жанып өткен, сұлу сөзбен сүрлеуін салып кетті, табиғаты сыйлаған қабілетпен, өрекпіген өріні мінсіз дара, талант тұлын іздейді тілсіз дала, ұлылығын ұлтыңның ұғам десең, Абайды оқы, үңіліп үнсіз ғана. Расыменде, Абайдың шығармашылығымен таныспаған жан жоқ болар. Аға, сіздің шығармашылық жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Рахмет. Ендеше сізбен біргелікте келген Самғау тобы, яғни жас жігіттермен біргелікте сұхбатымыз барысында бір-бірімізбен таныс болайық. Қош келдіңдер. Қош көрдік. Өздеріңді таныстырып өтсеңдер. Мен Ушқұдық ауданының тумасымын. Атым Алимусаев Арун, 9-шы мектептің оқушысымын. Мен Науаи облысы Ушқұдық ауданының тумасымын. Менің аты жөнім Ахметалиев Абдунурахым. Мен 5-ші А сыныбында оқимын. Мен өзімді таныстыра кетсем, атым Жалғасов Саят. Мен жас талант үйірмесінің қатысушысымын. Біздің тобымыз Самғау тобы, осы студияға қонақ болып келіп отырған бір жөніміз бар. Неліктен топтарыңның атын Самғау деп қойғансыңдар? Біздің ағайымыз Қайрат ағай. Неліктен Самғау тобы деп қойылған сұраққа жауап берсем, біздің абыройымыз, өнеріміз, қанатымыз талмасын деп, биіктерге самғай берсін деп, ешқашанда шаршамасын деп, ешқашан биіктерден құламасын деп, біздің тобымыздың есімін ниеттен Самғау тобы деп қойған жөні бар. Қанша уақыттан бері біргелікте ән шырқап келудесіңдер? Біздер мектептен бері бірге дос болып жүрміз. Біздерді ағай мектепке бірінші рет келгеннен бері біздің талантымызды көріп, бағалап, біздерді бір топ қылып Самғау деп атын қойды. Өте жақсы. Ұстаздарың жөнінде айтып өтсеңдер. Ұстаздарымыз жөнінде бастасақ, әрине өзіміздің бастауыш сыныпта оқытқан Гүлсара апайымызды айта аламыз. Ең бірінші әліппені үйретіп,
үлкен септігін сол апай ең бірінші ашып берген. Қазіргі күндегі өнер саласындағы ұстаздарың кім? Біздің қазіргі өнер саласындағы ұстазымыз Ахметов Қайрат ағай. Қайрат ағай бізді талантымызды көрді, тексерді және бізді осы топқа жайдан жай алған жоқ. Біздің талантымыз мықты болғасын алды. Және де біздің қазіргі ұстазымыз Абдыкадирова Аякөз апай. Аякөз апай қазір Гүлсара апайдан кейінгі біздің ұстазымыз. Гүлсара апайдың артын жөндеп бізге білім тәрбие беріп жатыр. Бүгінгі күндегі жетістіктерің қалай болып жатыр? Бүгінгі күндегі жетістіктеріміз біздер бала дауысына қатысып нәтижелі бағалар көрсетіп жатырмыз. Және өнердегі ағаларымыз Әділет Жауғашар және Иса Али Мусаевтың концерттеріне бірге өнер көрсетіп жүрміз. Әрине, үлкен сахналарда ән шырқауда кез келген жанның қолынан келе бермейді. Ал алдағы жоспарларың қалай болмақ? Біздердің өзіміздің алға қойған талабымыз өзіміздің репертуарымызға көп әндер жазу және үлкен сахналарда өнер көрсету. Биік шыңдарды бағындыру. Алдағы жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Самғау тобы биіктерде самғай беріңдер. Ал бізге онда көңілді ән орындап берсеңдер.
Қайрат аға, жігіттер, уақыт ажыратып келгендерің үшін көп рахмет. Алдағы жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Рахмет, шақырғандарыңызға көп рахмет. Жұмыстарыңыз жандана берсін. Сіздерге де кәсіби белестер тілейміз. Қазіргі таңда өнердің қырлары көп. Олар іс өнері болсын, сөз өнері болсын, әрқашанда құнды. Студиямызда және жас таланттар әнге әуес қойшы бала мен тойшы бала келіп отыр. Ендеше олармен таныс болайық. Қош келдің, тойшы бала. Өзіңді таныстырып өтсең. Мен Кенжебаев Иманғали Нәбиұлы. Үшқұдық ауданына қарасты Құлғыдық ауылындағы Абай атындағы 1-ші мектептің 6-шы сынып оқушысымын. Ағай менің атымды тойшы бала деп қойды. Оның сыры неде екен? Оны ағай менің өлең айтқанымды көріп, өскенде той басқар мен сияқты деп үміттермен қойды. Өте күшті. Осы ән саласына болған қызығушылығың неше жасыңнан оянған? Мен мектеп табалдырығын аттаған жасымнан бастап өлеңге құштармын. Осы өлең үйірмелеріне қатысып, жас болашақ дейтін үйірме бар, соған қатысамын. Ондағы жетекшің кім? Ондағы жетекшіміз Қайрат Ахметов ағайымыз. Осы бағыт бойынша қай жерлерде болып өткен жиындарда, тәдбірлерде өз өнерің мен көптің көңілінен жай алып үлгірдің? Мен Иса Али Муса аға және де Әділет Жауғашар ағамыз келгенде солардың концертіне қатысқанмын және бала дауысына да қатысқанмын. Сен шырқап жүрген әндер қайсы тақырыпқа бағытталған? Мен шырқап жүрген әндер дәстүрлі және ана әкеге байланысты. Бізге қандай ән орындап бермексің? Бүгін мен анам мен әкем дейтін өлеңді анам мен әкеме арнап орындап бермекшімін. Онда біргелікте тыңдайық.
бізге қойшы бала атымен танылған жас талантымыз бізбенен біргелікте. Қош келдің. Қош көрдік. Өзің таныстырып өтсең. Мен Ерғарайып Сәкен, Шұдық ауданына қарасты Құлғыдық ауылында 1-ші сынып мектептің 5-ші сынып оқушысымын. Сенің осы ән айтуға болған ынтаңды кім оятқан? Менің ән айтуға ынтамды басында көкем және папам оятқан. Одан кейін Қайрат Ахметов ағайымыз кеп, одан да көп көмектерін тигізіп, шығармашылық кештерге шығарды. Неше жасыңнан бастап ән айтып келудесің? 9-10 жасымнан бастап. Ән айтуға болған тақырыптарда қайсы тақырыптарға тоқталып өтесің? Ән айту тақырыбында туысқандар жайлы, мәдени тұрғыдағы өлеңдерді жақсы көремін. Жаңағы ағам, көкем, әкем мені музыкаға деген құштарлығымды арттырды деп жатырсың ғой. Олар қайсы аспаптарда ән орындайды? Домбыра, баян аспаптарында ән орындайды. Сен солармен біргелікте күнделікті ән айту бойынша өз жұмыстарыңды алып барасың. Иә. Ән саласынан басқа қызығушылықтарың қандай? Сурет пәніне қызығамын. Суреттеріңде негізінен нелерді бейнелейсің? Мен негізі арқа жайлауында жасағандықтан табиғи және жануарларды бейнелегенді жақсы көремін. Әрине, өнерге жақын адам қашанда болса жарқын болашаққа, жарқын келешекке бағытталып сурет салады. Яғни айналадағы табиғаттардан өзіне бір шабыт алып келеді. Бізге қандай өлең айтып бермекшісің? Бүгін біз бұл бағдарламаға Қайрат Ахметов ұстазымен бірге ұстазбен шәкірт әнін орындаймын. Өте жақсы, онда біргелікте тыңдайық. Жайлауда жүрген қойшы еді, ән салған жазық далада, артыңнан еріп мен сенің қалаға келдім жанағу. Қош келдің жүрек төріне, ауылдан келген бауырым, жанардан жасым төгіле, қуанып тұрмын жарығым. Көңілі дархан қазағым, түспесін нұрдан қазағың, ауылдан келген балаңдың, қабыл ал тәтті саз әнін. Шарлайын өнер әлемі, қойшы деп маған қарама, ауылдың ыстық сәлемін әкелдім мағау қалаға. Ей бәрекелі, қойшы деп қалай қобылыр, айтпаймын бұлай күнім ол, қалада жүрген ұлылар, ауылдан шыққан інім ол. Көңілі дархан қазағым, түспесін оттан қазағың, ауылдан келген балаңның, қабыл ал тәтті саз әнін. Көңілі дархан қазағым, түспесін оттан қазағың, ауылдан келген балаңның,
көтеріңкі көңіл күй сыйлағандарың үшін өте қуаныштымыз. Алдағы жұмыстарыңа сәттілік, қанаттарың ешқашан талмасын. Осыменен біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесіде кездескенше сау саламатта болыңыздар.